Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен алма сірке суының үй жағдайында қалай жасалынатынымен бөлісе отырып, бұл алма сірке суының пайдасы және зиян тұстарын айтатын боламын. Бұл ақпаратты алу үшін видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Сіз білмейтін ақпараттармен бөлісетін боламын. Егер де жаңа оқырман болсаңыз, арнаға жазылуды және қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Алма сірке суы алма шырынын ашыту кезінде пайда болатын қышқыл. Мен бұл қышқылды 2,5 ай уақытта дайындадым. Яғни 2,5 ай дегенде толық дайын болады. Алма сірке суы алманың қызықты дәмі мен хош иісі бар бактерияға қарсы әсері бар ежелгі халықтық құрал. Ол әлі күнге дейін тамақ дайындауда да, медицинада да қолданылады. Сірке суы концентрлі түрде алманың пайдасын сақтайды. Алма сірке суының құрамында микроэлементтер, минералдар мен витаминдер бар. Натрий, кальций, магний, фосфор, барлық В дәрумендері, сондай-ақ С, Е, А дәрумендері бар. Алма сірке суының құрамында ең бастысы калий көп. Алма калийдің негізгі көздерінің бірі болып табылады. 100 грамда шамамен 140 миллиграмдай калий бар. Ол қышқыл шырында да сақталады. Алма сірке суының емдік қолданылуы ежелгі заманнан бері сірке суын тазарту және дезинфекциялау, қабынуды азайту үшін қолданылған. Табиғи қышқыл теріні тазартуға көмектеседі, сондықтан одан әртүрлі косметикалық өнімдер пайдаланылады. Пилингтер, лосьондар, оларды дерматологпен кеңескеннен кейін қолдануға болады. Өйткені сірке суы тітіркенген теріге кері әсер етуі мүмкін. Әрқашан сұйылтылған түрде қолданылады. Шашты сірке суымен шайыңыз. Қышқыл сілтілердің жуғыш заттардан зиянды әсерін бейтараптандырады және терінің табиғи деңгейін қалпына келтіруге көмектеседі. Шашты жұмсақ және жылтыр етеді. Жылы суға 1 қасық сірке суын қосып, басыңызды шайыңыз. Асқазанның қышқылдығы төмен болса, тағамға сірке суын қосу ас қорыту процесін жеңілдетуі мүмкін. Және де осы алма сірке суы мен жылы суды араластырып ішу арқылы артық салмақтан арылуға болады. Ол үшін 1 шай қасық алма сіркесін 1 стакан сумен араластырып ішіңіз. Ол артық салмақтан арылуға, бауырды тазартуға, қыжылдан құтылуға көмектеседі. Және де жағымсыз иістен құтылу үшін де алма сірке суы мен қарапайым суды 1:1 қатынаста араластырыңыз. Дайын қоспамен тоңазытқыштың ішін, ас үй сөрелерін, қоқыс салатын ыдысты және де басқа да жағымсыз иіс бар жерлерді жуып шығыңыз. Арам шөптерден құтылу үшін де алма сірке суы мен қарапайым суды 1:8 қатынаста араластырыңыз. Дайын қоспаны су шашатын ыдысқа құйып, бақшадағы арам шөптерге шашыңыз. Сірке суы арам шөптен құтылуға көмектеседі. Арам шөптің жапырағы сарғайып, қурап кетеді. Бұдан да басқа алма сірке суының пайдасы өте көп, сондықтан да үй жағдайында жасап көруге кеңес беремін. Мен бұл жерде осы алма сірке суын ең алғаш жасағандықтан бірінші дұрыс шығады ма, соны жасап көру мақсатында жасадым. Ең бірінші алманы осылай турап, банкіге салдым. Бұл жерде турағаннан гөрі күштен өткізіп жасаған дұрыс болады екен. Банкіге салып, оның үстіне 2 ас қасық мед салдым, бал және де осылай алманың көлеміндей су құйдым. Осылайша қақпағын жауып 15 күнге қойып қоямын. Қақпағын негізі ашық
марлемен жауып қойсаңыздар да болады, немесе осындай ауа кіріп тұратын крышкамен, қақпақпен жапсаңыздар да болады. 15 күн бойы осылай тұрады. Күніге 1 рет араластырып қоямын. Жалпы алма сірке суы салмақ жоғалтуға көмектесе ме деген сұраққа келер болсақ, диетологтар алма сірке қышқылы шынымен де пайдалы екенін, бірақ оны дұрыс қолдану керек екенін айтады. Алма сірке қышқылын бақылаусыз қабылдау асқазанның қышқылдығын, тепе-теңдігін және соның салдарынан ас қорытуға жауапты микрофлораның бактериялық құрамын бұзуы мүмкін. Оның салмақ жоғалтудағы рөлі өте зор екен. Салмақ азайту және қалыпқа келтіру үшін тек тамақтану, ұйқы, қозғалыс, су және дәрумендер мен минералдардың жетіспеушілігін түзету маңызды. Ал алма сірке қышқылы қандай жағдайда көмектеседі деген сұраққа келетін болса, алма сірке қышқылының арқасында асқазанда тұз қышқылы түзіледі. Ол ағзаға дұрыс ас қорыту үшін қажет. Тұз қышқылы ақуыздың сіңуіне жауап береді. Бактерияға қарсы қасиетке ие екен. Мамандардың айтуынша, алма сірке суы да ішек микрофлорасын жақсарта алады екен. Алма сірке қышқылы бұл иммунитетке, ас қорытуға және дәрумендерді өндіруге жауап беретін біздің ағзамыз үшін маңызды бактерия бар ашытылған өнім. Сондықтан ол пайдалы микрофлораны қолдануда көмекші бола алады дейді диетологтар. Және де бұл қышқылдың құрамында жүрек бұлшықетін күшейтетін калий бар екен. Кімдерге алма сірке суын ішуге болмайды деген сұраққа келсек, гастрит, асқазан жарасы, жоғары қышқылдық, асқазан ішек жолдарындағы қабыну процестері бар адамдарға алма сірке суын ішуге болмайды. Мұндай жағдайларда ол асқазан ішек жолдарының шырышты қабатын одан да көп зақымдайды екен. Сондықтан да алма сірке суын ішкенде мұқият болыңыздар. Ал достар, осымен менің алма сірке суым дайын болды. Өздеріңіз барлығын көріп тұрсыздар қалай жасағанын. 15 күн бойы күніге араластырып отырдым. 15 күн өткен соң осылай ыдысқа, тағы да басқа ыдысқа сүзіп алып, оған тағы да бал қостым, сонымен бетін осылай ауа кіретін матамен жауып қойдым. 2 айдан соң аштым. Мінекей, 2 айдан кейін менің жаңағы уксусым дайын болды. Осылайша сүзіп алып, пайдалана беруге болады. Бұл сірке суды жасағанда жылы жерге қою керек екен жасау барысында, және де 2 айға қалдырамыз ғой, сол кезде орнынан қимылдамайтын жерге қою керек. Бір орында тұру керек, яғни ары-бері қимылдатуға болмайды. Және де алма сірке суын қалай таңдауға және сақтауға болады дейтін болсақ, кәдімгі дүкендегі сірке судан ажырату үшін құрамы мен бағасына назар аударған жөн. Табиғи алма бірнеше есе қымбат болады. Сондай-ақ оның қышқылдығы әдетте 4-6%-тен жоғары болмауы қажет. Алма сірке суының түсі сары, аздап лайлануы және түбінде тұнба түсуі де мүмкін. Шыны бөтелкедегі өнімге таңдау жасаңыз. Сірке суы қараңғы, салқын жерде сақталады, тоңазытқышта сақтауға рұқсат етілмейді. Сақтау мерзімі 2 айдан 2 жылға дейін ол қаптамада көрсетілуі қажет. Ал енді қымбатты достар, ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Сіз үй жағдайында жасауға болатынына көзіңіз жетті деп ойлаймын.
сіз де жасап көріңіз. Және де осы алма сірке суына қатысты өз пікіріңіз, өз ойыңыз, өз білгеніңіз болса, комментарий бөліміне қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Осы видео рецепт ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Жанар, назарларыңызға көп рахмет.